Сәлем достар, бүгін ТГ бойынша дәреженің соңғы цифрын қалай анықтайды тақырыбында есептер шығарып көрсететін боламын. Бұл тақырыпта ТГ-да бір немесе екі есеп келуі мүмкін. Осы тақырыпты түсініп алсаңыздар, сіздерде плюс 1 балл бар деген сөз. Алдымен менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда алдағы уақытта шығатын видеоларды жібермей алмай көретін боласыздар. Ал кеттік, есеп қарастырайық. 3-тің 1005 дәрежесі саны қандай цифрмен аяқталады? Мұндай есептер келген кезде бұл есептерді соңына қалдырып қою мүмкін, немесе шығармай өтірік белгілей салу мүмкін. Бірақ та бұл есеп шығару өте оңай. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Алдымен мына 3 деген санды дәрежелерін жазып шығамыз. 3-тің 1 дәрежесі 3, 3-тің квадраты 9, 3-тің кубы 27, 3-тің 4 дәрежесі 81, 3-тің 5 дәрежесі 243, 3-тің 6 дәрежесі 729, арғай міне жазып қойдым. Енді қараңыздар, соңғы цифрлары қандай сандармен аяқталып тұр? 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Көріп тұрғандарыңыздай 4 дәреже сайын қайталанып жатыр соңғы цифрлар. Демек, біз осы 3-тің 4 дәрежесіне дейін тоқтаймыз. Яғни, соңғы цифрлар қайталанғанға дейін қарастырамыз. Сонда біз мына дәрежені, 1005 деген дәрежені, мына 4 деген дәрежеге бөлеміз. 1005-ті 4-ке бөлсек 251 және 1 қалдық қалды. Калькулятормен емес, бұлай баған түрінде бөліп шығарсаңыздар дұрыс болады. Бізде 1 қалдық қалды. 1 қалдық қалса, мына 1 деген дәрежені аласыздар. Сол мына жерде тұрған сан 3 қой. Демек, 3-тің 1005 дәрежесі 3 цифрмен аяқталады екен. Егер де мына жерде 2 деген қалдық қалған болса, онда мынаны алатын едік. 2 деген дәрежені алатын едік та, сол санмен аяқталатын еді, 9-мен аяқталатын еді. 3 қалдық қалатын болса, мына 3 деген дәрежені алып, мына 7 деген цифрмен аяқталады деп жаза салатын едік. Бізде 1 қалдық қалып тұр, демек, мына 1 деген дәрежені аламыз да, осы цифрмен аяқталады. Яғни 3 деген цифрмен аяқталады екен. Тағы да мынадай 3-тің 1000 дәрежесін қарастыратын болсақ, 4 деген дәрежеден кейін қайталанып жатыр соңғы цифрлар. Демек, осы жерге дейін ғана қарастырамыз. Сонда 1000-ды 4-ке бөліп тастайсыздар, мына қайталанғанға дейінгі дәрежеге. Сонда 1000-ды 4-ке бөлсек 250. Қалдықсыз шықты, Қалдықсыз шыққан жағдайда осы дәрежедегі санның соңғы цифрмен аяқталады. Міне, 81 ғой. 3-тің 4 дәрежесі 81. 81-де біз соңғы саны 1. Демек, 3-тің 1000 дәрежесі 1 санымен аяқталады деген сөз екен. Тағы да мысал көрсетейін, 3-тің 2015 дәрежесі саны қандай цифрмен аяқталады деген шығару үшін 2015 дәрежесін біз мына жерде тауып алдық, 4 деген дәрежеге бөлеміз. Сонда 503-тен тиеді және 3 қалдық қалды. 3 қалдық қалса, мына 3 деген дәрежені аламыз да, осы жерде тұрған санның соңғы цифрын аламыз. Соңғы цифр мына жерде 7 болып тұр. Демек, 3-тің 2015 дәрежесі 7 деген цифрмен аяқталады екен. Түсінікті ме? Так. Келесі мынадай мысал қарасайық. 777-нің 300 дәрежесі саны қандай цифрмен аяқталады? Бұл есепті шығару кезде тек соңғы цифрға ғана мән береміз. Бізде соңғы цифр міне 7 болып тұр. Осы 7-нің дәрежелерін жазып аламыз. 7-нің 1 дәрежесі 7, 7-нің квадраты 49, 7-нің кубы 343, 7-нің 4 дәрежесі 2401, 7-нің 5 дәрежесі 16807. Қарап тұрсаңыздар, соңғы цифрлар 7, 9, 3, 1, арғай 7 қайталанып кетті, мына цифр, бастапқы цифр. Демек, қайталанғанға дейінгі санды қарастырамыз. Яғни 7-нің 4 дәрежесінге дейін қарастырамыз. Арғай шығарып көрсеңіздер, 7-нің 6 дәрежесін, ол 9 деген цифрмен аяқталады. Яғни 7, 9, 3, 1 арғай қайталанып кете береді екен. Сонда, енді мына берілген дәрежені осы мына дәрежеге бөлеміз, 4 дәрежеге. 300-ді 4-ке бөлсек 75, қалдықсыз шығып тұр. Қалдықсыз шығып тұрса, осы жерде тұрған мына сан 2401 шығып тұр ғой, соның соңғы цифрмен аяқталады. Сонда бізде соңғы цифр 1. Сонда 777-нің 300 дәрежесі 1 деген цифрмен аяқталады екен. Егер де 777-нің 303 дәрежесін табу керек болса, қандай цифрмен аяқталатын? Онда 303-ті 4-ке бөлесіздер мынаған. 303-ті 4-ке бөлсек 75 және 3 қалдық қалады. 3 қалдық қалса, мына 3 деген дәрежені аламыз да, осы жерде тұрған сан бізде 343, соның соңғы цифрмен аяқталады, 3-пен аяқталады. Демек, 777-нің 303 дәрежесі 3 цифрмен аяқталады деп есепті шығара саламыз. Келесі, өрнектің мәні қандай цифрмен аяқталатындығын табыңыз дейді. 2019-ның 2020 дәрежесі қосылған 2018-дің 2019 дәрежесі. Жеке-жеке шығарып аламыз.
2019-ның 2020 деген дәрежесі қандай цифрмен аяқталатынын бірінші тауып алайық. Ол үшін соңғы санға мән бересіздер. Соңғы сан бізде 9. 9-ның дәрежелерін жазып аламыз. 9-ның 1 дәрежесі 9, 9-ның квадраты 81, 9-ның кубы 729, 9-ның 4 дәрежесі 6561. Қарап тұрсаңыздар, соңғы цифрлар 91, 91, 91 деп қайталанып жатыр. Яғни, әр 2 дәрежеден кейін қайталанып жатыр, Демек, осы жерге дейін біз тоқтаймыз да, мына 2020 деген дәрежені осы 2 деген дәрежеге бөліп тастаймыз. 2020-ны 2-ге бөлсек 1010. Қалдықсыз шықты. Қалдықсыз шықса, осы жерде тұрған мына 81 деген санның соңғы цифры 1 ғой. Демек, 1-мен аяқталады деп шығара саламыз. Сонда 2019-ның 2020 дәрежесі 1 цифрмен аяқталады екен. Енді келесі 2018-ның 2019 дәрежесін табатын болсақ, қандай цифрмен аяқталатындығын. Бізде соңғы цифр 8. 8-дің дәрежелерін жазып аламыз міне. Енді мына жерде қарасақ 8, 4, 2, 6 соңғы цифрлармен 8, 4, 2, 6 қайталана береді арғай. Яғни біз 8-дің 4 дәрежесіне тоқтаймыз, Арғай уже цифрлар қайтадан қайталанып жатыр. Енді 2019 дәрежені осы 4 дәрежеге бөліп аламыз. Сонда бізде 504-тен болады және 3 қалдық қалады екен. 3 қалдық қалса, мына 3 деген дәрежені аламыз. Сонда мына 512 біз 2-мен аяқталып тұр. Демек, 2018-дің 2019 дәрежесі 2 цифрмен аяқталады екен. Енді біз жазатын болсақ, 2019-ның 2020 дәрежесі 1 цифрмен аяқталды, 2018-дің 2019 дәрежесі 2 цифрмен аяқталды. Демек, екеуін қоссақ 3 шығады екен. Өрнектің мәні сонда 3 деген дәрежемен аяқталады екен. Келесі 2018-дің 1964 дәрежесіндегі соңғы саны Б болсын, 2022-ның 1861 дәрежесіндегі соңғы саны С болса, төмендегі жауаптарды салыстырыңыз. Мұны жауаптарды салыстыру керек. Ол үшін бірінші біз шығарып алуымыз керек. Б неге тең, С неге тең, Бірінші 2018-дің 1964 дәрежесі қандай цифрмен аяқталады, соны тауып алу үшін соңғы цифрға мән бересіздер. Соңғы цифр бізде 8 ғой. Так, 8-дің дәрежелерін жазып аласыздар. Соңғы цифр қандай сан берілсе, сол санның дәрежесін жазып аласыздар. Мына жерде кез келген сан болуы мүмкін ғой. 7, 4, 3 соның дәрежелерін жазып аласыздар мынадай. Менде 8 болғандықтан 8-дің дәрежелерін жазамыз. 8-дің 1 дәрежесі 8, 8-дің квадраты 64, 8-дің кубы 512, 8-дің 4 дәрежесі 4096, 8-дің 5 дәрежесі 32768, 8-дің 6 дәрежесі 262144. Арғы жазсақ кете береді, Енді біз қараймыз. Соңғы цифрлар қалай аяқталып тұр екен? 8, 4, 2, 6. 8, 4, арғай 2, 6 қайталана береді деген сөз, Арғай 8-дің 7 дәрежесін табатын болсаңыздар, ол бізде 2-мен аяқталатын еді. 8, 4, 2, 6. Яғни біз 4 дәрежеге дейін тоқтаймыз екен. Арғай өткені қайталана береді, Қайталанғанға дейінгіні қарастырамыз. Енді мына бастапқы берілген дәрежені мына қайталанғанға дейінгі дәрежеге бөліп тастайсыздар. 1964-ті 4-ге бөлеміз. 491 қалдықсыз шығып тұр. Қалдықсыз шықса, осы жердегі 4096 сан тұр ғой. Соның соңғы цифры 6. Яғни 6-мен аяқталады екен. 2018-дің 1964 дәрежесі 6 цифрмен аяқталады. Яғни Б бізде 6-ға тең болды. Келесі 2022-ның 1861 дәрежесі қандай санға аяқталады? Соны табу үшін мына соңғы цифрға мән бересіздер, Міне соңғы цифр бізде 2 болды. 2-ның дәрежелерін жаздым. 2-ның 1 дәрежесі 2, 2-ның квадраты 4, 2-ның кубы 8, 2-ның 4 дәрежесі 16, 2-ның 5 дәрежесі 32. Қарасаңыздар 2, 4, 8, 6. Одан кейін 2 қайтадан бастапқы сан қайталанып кетті. Біз қайталанғанға дейін аламыз міне. 2-ның 4 дәрежесіне тоқтаймыз. Арға 2-ның 6 дәрежесін есептесеңіз, оның соңғы цифры бізде 4-пен аяқталатын еді. Калькулятормен тексеріп көрсеңіз болады. Енді берілген мына дәрежені 1861 деген дәрежені қайталанғанға дейінгі дәрежеге бөлеміз, яғни 4 дәрежеге бөлеміз. Сонда 1861 4-ге бөлсек 465-тен және 1 қалдық қалады. 1 қалдық қалса, мына 1 деген дәрежені аламыз, соның саны 2 ғой. Яғни осы берілген сан осы 2 цифрмен аяқталады деп есепті шығара саламыз. Сонда бізде Б 6-ға тең болды, С 2-ге тең болды. Енді салыстыру оңай, Осы 2 санды салыстыра салыстыр. Қайсы жауап дұрыс болады сонда? Әрине, А жауабы дұрыс болады екен.